Телефон номері мынау? Иә, телефон номер. Сосын жеке деп тұрасыз. Ne kadar zamanda? Еще один лист был. Ne kadar zamanda? Жоқ? Bu sanda. Я бір документ. Иә, арман қылысына. Иә. Жағдайыңыз басына. Иә, мына жақта тұрған. Осы емес, еще один был. Үшеу был. Жоқ. Ана жақта. Вон. Я знаю, ЖК или онлайн? ЖКХ присутствует, отдел строительства присутствует. Больше никого нет. Тоже был, да? Ну, они все в курсе же были. Ага, здесь возмущается, что почему не начинаем. Он весь Хорошо, пока начинается, потом подойдите. Саламатсыздар ма? Естіліп тұр ма? Саламатсыздар ма? Аудан тұрғындары, бүгін Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 96 бабының ережелеріне сәйкес жоба бойынша қоғамдық тыңдаулар ұйымдастырылуда. Қоғамдық тыңдауды өткізу үшін бізге қатысушылар арасынан хатшыны таңдау қажет. Хатшы инженер проект инженер экологы Есина Анастасияны қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде сайлау ұсынады. Қарсылық жоқ па? Қарсылық жоқ болса, хатшысы белгілі болды. Ары қарай сөз кезегін баяндаушы береді. Не слышно? Не слышно?
Жанғалиұлы. Теперь слышно? Не, бағлан. Қатшымыз орыс па қазақ? Мен неміспін. Қазақша жазасыз, иә? Я? Ha, bu. Қазақша, орысша екі тілінде болады. Молодец. Onda. Слышно вам, Маржан? Да, нормально слышно. Ага, все. Должность заместитель Акима Чилийского района. Массе должность Совета КБ. Естіліп тұр ма? Саламатсыздар. Саламат па? Шиелі ауданы әкімнің орынбасары Бағлан Жанғалиұлы Сағындық. Секретарь кім? Секретарь Есина Анастасия. Жақсы, естіп тұр. Бастаймыз. Жалғастыра беріңіздер. Қайырлы күн қоғамдық тыңдауға қатысушылар, мен атым Бекеева Анахия Орынбекқызы. Мен сіздерге бүгін Қызылорда облысы Шиелі ауданы Шиелі кентінде қуаттылығы жылына 500 мың тонна сұйық реагенттер қоймасының базасын салу жұмыс жобасына ықтимал әсерлер туралы есепті таныстыратын боламын. Жұмыстың басты жобалаушысы Казинвэкопроект қаржыландыру көзі, яғни тапсырыс беруші Трансшиппинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Одан кейінгі номер 4-ші слайдта жоспарланған қызмет жобасының іске асыру учаскесінің орналасуының ситуациялық схемасы. 5-ші слайдта, яғни қызметкерлер мен жұмыс режимі туралы, құрылыс алаңында 100 адам жұмыс жасайды және жобаланған жұмыстардың ұзақтығы 6 ай. Және 6-7 слайдтарда құрылыс жұмыстары және пайдалану кезінде жұмыс жобасының атмосфералық ауаға әсерін бағалау. Аталмыш жобаның құрылыс жұмыстары кезінде 19 стационарлық көздер анықталды және оның 7-і ұйымдастырылған, 12-сі ұйымдастырылмаған және пайдалану кезінде 15 стационарлық көздер анықталды, оның 10-шы ұйымдастырылған және 2-і ұйымдастырылмаған. Олар атмосфераның ластану деңгейін талдау, құрылыс кезінде жердегі концентрациялар, атмосфералық ауаның стандартты сапа критерийлерінен төмен мәндегі ие болатынын және санитарлық қорғау аймағының шекарасында шекті рұқсат етілген концентрациядан аз болатынын көрсетті. Және 8-ші және 9-ші слайдтарда құрылыс және пайдалану кезеңінде ластаушы заттардың шығындылары пайызбен көрсетілген. Және 10-шы слайдта құрылыс кезінде суды тұтыну және суды бұрылуды көрсетілген. Ауызсу өндірістік қажеттіліктерге ауызсу пайдаланылмайды. Ағынды суларды ағызу жер үсті су объектілеріне жүзеге асырылмайды және су ұтымды түрде пайдаланылады. Сонымен қатар жер үсті және жер асты суларына әсері болжанбайды. 11-ші слайдта құрылыс монтаждау және пайдалану кезеңінде қалдықтарды жинау. Қалдықтарды арнайы жабдықталған көліктермен шығарып, қайта өңдеуге, зарарсыздандыруға, кәдеге жаратуға немесе жоюға лицензиясы бар мамандырылған ұйымдарға жеткізіледі. Қалдықтарды уақытша сақтау 6 айдан аспайтын мерзім тек мамандандырылған орындарда, ыдыстарда және мамандандырылған алаңдарда жүзеге асырылады. Бұл қоршаған орта компоненттерінің ластануын төмендетеді және толығымен жояды. 12-ші слайд. Жобаның қоршаған ортаға әсерін азайту шаралары. Құрылыс монтаж жұмыстары кезінде негізгі шаралар: шаңды басу үшін құрылыс алаңында жолдарға су шашу, шаң шығаратын материалдарды брезентпен немесе басқа шамдармен тасымалдау, жұмыс істеп тұрған құрылыс техникаларын қозғалтқыштарын дұрыс реттеп, жанармай қалдықтарын барынша азайту, кәріз суларын жинау және арнайы ұйымдармен келісімшарт бойынша оларды қауіпсіз түрде шығару, топыраққа жанар-жағармай материалдарының түсуіне жол бермеу үшін техниканы арнайы орындарда ғана жанармаймен толықтыру және жөндеу. Сонымен қатар жасыл желектерді негізсіз кесуге жол бермеу, құрылыс қалдықтары мен тұрмыстық қалдықтарды арнайы контейнерлермен жинақтау, өндірістік қалдықтарды дер кезінде шығару. Осы шараларды сақтау құрылыс монтаж жұмыстары кезеңінде қоршаған ортаға әсерді барынша азайтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар нысан орналасқан ауданда және оған іргелес аумақтарда қорықтар, мұражайлар, сәулет ескерткіштері жоқ. Бұл объект үшін атмосфералық ауаның сапасына арнайы талап етілмейді.
10 слайдта топыраққа, өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсері бағалау. Өсімдіктер мен жануарлар түрлерінің популяциясының өзгеруі болжанбайды. Көші-қон жолдары жобаланған объектіден тыс орналасқан. Жоспарланған іс-шаралар құстар мен жануарлардың көші-қон белсенділігіне әсер етпейді. Топырақ қасиеттерінің өзгеруі күтілмейді. Топырақаралық қасиеттерін сақтайтын болады. Өсімдіктер мен жануарлар әлемінің өкілдерінің генетикалық қорына әсері жоқ. Осы жоғарыда келтірілген материалдар негізінде келесі қорытындыларды жасауға болады. Құрылыс жұмыстары және пайдалану кезеңінде атмосфералық ауаға әсер ету рұқсат етілген деп бағаланады. Бағалау нәтижелері бойынша нысанның құрылыс кезеңінде қоршаған ортаға әсері шамалы және экожүйеге елеулі өзгерістер әкелмейді. Пайдалану кезеңінде әсерде орташа деңгейде экожүйеге қайғысыз өзгерістер туғызбайды. Жер асты және жер үсті суларының ластануына әсер етпейді. Құрылыс объектісіне әсер ету шегінде топыраққа әсер рұқсат етілген деп бағаланады. Биологиялық жүйеге әсер ету рұқсат етілген деп бағаланады. Бұл өсімдіктер мен жануарлар әлемінің қолданыстағы түрлі құрамының өзгеруіне әкелмейді. Әлеуметтік экономикалық аспектілерде жергілікті экономика үшін және жергілікті халықты жұмысқа орналастыру үшін оң деп бағаланады. Қолданылатын заманауи технологияларды ескере отырып, жобаны іске асырудың қоршаған ортаға әсері минималды деңгейде болады. Қоршаған ортаға әсерді бағалау нәтижелері бойынша нысанның құрылысы мен пайдалануға берілуі елеулі экологиялық зардаптар әкелмейді. Тұтастай алғанда болжамды жұмыстар аудандағы қоршаған ортаға әсерді бағалау, құрылыс пен пайдалану жұмыстарының салдарында ұсынылған табиғат қорғау іс-шараларын сақтаған кезде соншалықты маңызды болмайтынын көрсетті. Қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасының экология, геология, табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 3 тамыздағы 286 бұйрығына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өз ережесіне сәйкес ұйымдастырылды. Назарларыңызға рахмет. Баяндамашы сұрақ қойыңыз ба? Қол микрофон болса беріңіз. Сіз мына өзіңізше есебіңізді бердіңіз. Бірінші, қазіргі бұл сақтау қоймасы реагенттер қоймасы деп өзгертілді, солай ма? Ол баста кислота сақтау қоймасы. Қазір реагенттер қоймасы. Реагенттер қоймасына именно не сақтайсыз? Наименование мы взяли из рабочего проекта, то есть это не мы его придумали. Сіздер яғни түсіндім, яғни рабочий проект деген алып тұрсыздар, иә? Ал бұның соғылған мақсатына барып көрдіңіздер ме? Сіз барып көрдіңіздер ме басына? Нет, обязательно. Вот у нас как идет проект, оценка воздействия окружающей среды делается к рабочему проекту. То есть выполняется рабочий проект на строительство. Согласно нему, вот этому проекту, да, мы рассчитываем выбросы, какие могут быть, сбросы, отходы, также и на период эксплуатации, и на период строительства. Так, я вас понял. В данный момент мы не проект рассматриваем, да? Нет, не проект. Мы рассматриваем оценку о воздействии на окружающую среду, то есть какое будет влияние. Оценка. Енді болсаң сұрақ қойып жылына 500 000 тонна сұйықты құйған, да? Содан асфalt керек. Иә. Енді қараңыз, осы заңға жылына 500 000 тонна қышқыл сақтайтын қоймасы аса қауіпті объекттер қатарына жатады. Сондықтан оның санитарлық қорғаныш аймағы 1000 метр болу керек деген ел тұрғындары. Оған дейсіз. Я теперь объясню. То, что сейчас минуточку. Есть санитарные правила, правильно? Вы имеете в виду 51 пункт, второй подпункт, да? Но там ведется речь, основная часть, это нефтеперерабатывающие газы, там сера, то есть списки. Я беру в своем проекте пункт 53, подпункт, ой, я извиняюсь, было подпункт,
второй, по-моему, тоже подпункт. Второй Там- подпункт 5000 это тонн. Год. Нет, нет, Не там 500 тысяч. там не то. Ошибаешься, я сейчас покажу тебе. Уже Можно я? Дай мне это. Саша, Квадрат 53 пункт, второй. 5000. Вот смотрите, есть пункт 53, подпункт 2. Здесь указано класс 3, СЗЗ 300 метров, закрытые склады, места перегрузки хранения заталенного химического груза, удобрений, органических растворений, кислот и других веществ. То есть мы о чем говорим сейчас? У нас проектируется объект не открытое хранение, у нас закрытое хранение, то есть оно полностью герметичное. данный момент осы соғылып жатқан ғимарат жабық түрде ма сонда? Да. Біз күнде көріп жүрміз ғой, ашық қой. Қалай жабық? Естіп тұр ма? Енді біз кислотаны далада сақтамаймыз ғой ашық түрінде. Ол жерде емкістер бар. Сол емкістер это считается и закрытый. Енді дұрыс қой, енді бұл жерде жабық болғаннан кейін сіздердің пайымдауыңызша айтып отырғаныңызда, что ол ашық түрде деп просто. Енді сіздер далада сақтамай қай жерде сақтаймыз енді оны? Оның ішінде ғимарат емес, ол емкістер сақталып тұр ғой. Ол емкістердің барлығы алтауды не істеген герметизациядан өткен ішіндегі нелері бар, заглушкілері бар. Тем более эстакададан келген кезде ол ішінде специальный жаңағы гусақтар болады, сол гусақтар арқылы трубопроводтарға барлығы насостармен жалғанған, ешқандай сыртқа ол төгілудің несі болмайды оның далаға. Бұл 500 мың тоннадан аспау керек па жылына? Жылына, да. Аспау керек, иә? Жарайды. Сізге келістік сол 500 мың тонна. 365 күнге бөлген кезде сіздер күніне 24 вагоннан асырмайсыздар ма? По поводу вагонов. Вот смотрите, для разгрузки потребителей серной кислоты со склада предусмотрены станции налива в автоцистерны в количестве 4 единиц. Из них на одной единице предусмотрен налив самотечен. Это я вот предыдущего, то, что вам говорю, это трубопровод, правильно? Через него, то есть это не открытым способом, это мы уже выяснили. Да, я поняла. Шиеліктің ішінен өтетін цистерна вагон бар ғой? Вагондар ол жерде 22 болады. Күнде ол бірақса соғыс кіреді, одан артық біз кіргізе алмаймыз. Яғни күнде 22-ден аса алмаймыз, ол проект бойынша аса алмаймыз. Осы жөнінде жолға енгізіңізші әкім мырза, 22 вагоннан асатын болса, бүкіл ел тұрғындары отыр. Біз өйткені бұны бұл жылға үшін жетпейтін 3% күніміз жетіп отыр. Бірақ сол 22 вагоннан аспасын жол жоқ. Ол бізде неде бар, проектте бар, тем более біз нагрузка станцияның күнде расчет қалғанбыз. Одан артық оларды кіргізе алмайды бізге. Өйткені қасыңызда қойманың өзі күннің суткасына 40 вагон. Сіздер одан ана айтып 2 есе екен да, сіздер минимум 80 вагон бар. Енді бізде расчет бойынша 22-ден аспайды ол. Мен сөйлесем бола ма? Негізі біздің үйімізге бүйтіп тақалыпты ғой. Мына соғып атқандар жоқ, маған керек емес. Соғылып атқандары тақалып тұр. Балаларымыздың қолы деген жара қазірдің өзінде. Анау цемент заводың бар емес па? Оны соқтыңдар, үндемей. Мынаны кеп тықтыңдар, әкеп. Шамал осыны соғатын кезде қалыппен ақылдаспайсыңдар ма? Осы қалыптың арқасында ғой адам болып атылғаны. Мысалға, балдарымыз аллергия, азанда мына тамақта деп шығады мысалға. Докторға апарасың, 2-3 күн дәрі берсе қояды, ананың самасын қайтадан шығады. Сол дұрыс па? Енді ана Қартоғайдың ар жағы жатыр. Жаңа қорғанның тау жағы жатыр. Неге сояқтан істемейді соғыр? Әкеп бәрін шеліге тығып атсыңдар мысалға. Анарада мен темір жолдан өтем, кислотный ана өтет вагондар, иісі шығып тұрады. Мен өтем жаяу, арбетке бару үшін. Соған жауап беріңдер сендер. Апа, енді сіздер айтасыздар, жаңағы мәселе что оны түсінікті ол. Бізде ешқандай кислота сыртқа ауын шығатын несі жоқ. Өйткені неге бүкіл жаңағы оборудованиялардың барлығы бізде былайша айтқанда глушитель деп айтылады. Қардың барлығы өзімен ішке кетеді дағы сыртқа төгу, я болмаса ауаны ластау, онда бізде қарастырылған самый минимальный не болып отыр бізде.
ауаны тастау жағы. бәрі оңай. Жоқ, Бәрі енді оңай. апа мен сізді тыңдадым, сізді енді мен сізге айтып жіберейін енді бір ауыз. Сіз барлықтарына да түсінікті болу үшін бұл мәселені. Сондықтан бұл жерде енді айтып отыр ғой жаңағы баяндама жасаған қарындасымыз. Барлық нәрселер бар, заманауи технологиямен біз бұны есепке алып жасаған дүние бұл. Енді тақалып отыр деп жаңа сіздерге айтып отырсыздар үйлеріңізге. Бұл жердегі несі ара қашықтығы 800 метр болып отыр. Ең соңғы үйге дейін. Түсінесіз ба? Сіздер енді былайша батыс жақтан не істеп отырсыздар үйлеріңіз. Не істемесе есіне ашпайсыз. Орналасқан жері. Ал бұл жерде бізде батыстан шынеге қарай кетеді. Мысалы жердің несі бар еще. Ол қыста мүмкін, қыста кетер. Жазды күні ше, біз солада тұрамыз ғой. Жазды күні oradan невозможно. Цементтің анау сағат 4-5-те шықсаң, цементтің айналасы тұманданып тұрады бүйтіп тұр. Енді біз ондай тұманды істемейміз, апа. Бізде ондай тұман жасай алмаймыз, жасауға болмайды бізге де, понимаете? Ондай тұман бізден шықпайды. Біздің шығатын парлар ол өзінің конфигурациясы бар, есептері бар. Соның ішінде ол ешқандай далаға шықпайды. Егер үйлерге баратын болса, біз бірінші орында өзіміздің сол жерде жұмыс жасайтын қызметкерлердің де денсаулықтарын ойлап отырмыз. Олар қастарында отырады екен. Солармен сол кесалтамен тығыз байланысты жүреді. Түсінесіздер ме? Олар да істейтін адамдар да осы ауданның тұрғындары. Олардың барлығына біз соның жағдайларын қарастырып, сол жерде бүкіл жаңағы оборудованияларды осы қазіргі заманға сай істеп отырмыз. Бәрі орнатылған дүние оның барлығы. Сіздер ертең жұмысқа іске көшкен кезде келіп көрсеңіздер де болады оның қандай өзгерістер. Ол сіздерден бөлек ертең өкілетті органдар өздерінің бір жылда 3-4 марта келетін уақыттар болады. Сол кезде ауаны қаншалықты біз ластадық, соншалықты олар өздерінің отчеттарын бізге есептерін көрсетеді. Ол ешқандай да жаңағы құпияда болмайды. Сол кезде қанша по факту жасалған ненің барлығын айтып береді олар. Ол таза өкілетті мамандардың өзі экологиясы бар, сесі бар, сол ауаның несін есептейді. Вот сол кезде біздерді сіздер халыққа айтуға болады. Міне, сіздер осындайларды бізге зиянкас тастап жатсыңдар деп. Олар да біздің бетімізге, шашымыздан, ішкі басымыздан ол жерде сипамайды. Егер біз белгіленген заң бойынша неден асатын болсақ, онда бізді вплоть до жабуға дейін апарады ол кісілер. Біз де оны жасағаннан кейін жан-жағымызға қарап есептен алып жатқан дүние бұның бар. Соңыз ба? Мен негізінде негізі қарсымыз біз. Тұрғындар, әсіресе мына Руслан Бөлебайдың тұрғындары. Өздеріңіздің тараптарыңыздан да қосымша тексеру тағайындауларыңызға толықтыруларыңыз бар. Алдағы уақытта айтпайсыңдар, соғасыңдар, уже оған кезде барып, және қыласыңдар жұртқа. Соны соғатын кезде айтпайсыңдар ма, бірақ газетке жазып осындай істейік деп жатырмыз біз. Халық көне ма соған, халық көнбей ма соған. Халықты ойламайсыңдар ма? Өздерінің бастарын ойлайсыңдар. Апа, бұл жақта ішкі басын ойлап жатқан жоқ, бұл өндірістік мәселе. Ол жерде енді жердің өзі шығыс өндірістік аймақ деп саналады. Түсінесіздер ма? Енді жоқ, ол жерде жаңа айтып кеттім ғой мен. Егер ертеңгі таңда эксплуатация болған жағдайда, сол жерде жаңа есептер өзінің органдар келіп, олар есептейді ауаны. Қаншалықты ластанғанын. Сол кезде неге алуға болады, назарға салсақ болады ол мәселе. Біздің енді қазір алдарыңызда сіздерге барлықтарыңызға жасалған жаңағы есептерді алдарыңызда қазір айтып жатырмыз. Бұл жерде де біз ешқандай жаңа нормадан асқан жоқ деп жаңа есептер бойынша айттық. Енді по факту ертең енді ол қандай болатын қайта өтейін. Халық неде органдар өздерінің есептер бізге айтады уже. Ол кезде енді халыққа да түсіндіреді. Міне мыналар мынандай жағдайда болды, қазір несінен асып кетті мысалы. Сол кезде заңды түрде предписание болады, тағы да нелер болады. Сол этаппенен сол жерде уже барлық біздің былайша тағы сол жерде шешіледі мәселе. Оны сіздер қазір бізге қазір айтқанмен қолдарыңызда біздің айтқанда ешкімнің фактісі жоқ. Тек қана ол ертең ашылған кезде Құдай қаласа ауаның несін есептің нәтижесі шығады. Вот сол кезде басқаша уже әңгімелесуге болады. Мысалы біз ішіп отқан суымызға дұрыс емес қазір. Азанда даладан қазір қыста үйден аламыз ғой, жазда даладан су ішсем, бетінде былай қалқып жүреді. Колонкадан су аққанда. Мен өзім өз басыммен соны көрдім. Апа, біз суға, жер асты суына не болмаса, ол жерде біз ешқандай да нені тастамаймыз. Өзімізде су жаңарғаннан келеді, су скважина жоқ.
Енді орнына сұрақ, бірінші сұрақ. Бірінші сұрақ, қазіргі тыңдау құрылысты жүргізу үшін бе, әлде завод іске қосу үшін қойманы? Не үшін бұл? Бұл енді құрылысы болды. Біз енді қазір іске қосу мәселесі бойынша бұл жерде проектіні, рабочий проектіні. Іске қосу ғой? Иә, іске қосу. Онда халқына жаңа екенге түсіну керек. Жаңа мынау 500 мың тонна, 500 мың куб келетін күкірт қышқылы мәселе. Әр күнге бөлгенде 1388 кубтан шығады. Ал енді 1000 кубтан асқан күнде келетін нәрсе. 1000 кубтан асқан церный кислотаның қоймасы елдің шетінен 1000 метрден ары болу керек. Ал бұл жердің расстояниясы 420 метр. Ол кенттің жаңағы маманның берген бізге есебі бойынша. Сонда сосын мынау жаңа берген осы күнгі өтетін тыңдауға, қоғамдық тыңдауға берген қағаздардың ішін оқып көрдім. Оқығанда былай дейді, күніне 2400 куб церный кислота келеді. 2400 куб. Ал біз 1000 куб әңгіме қылып отырмыз. Сонда почти 2,5 есе артық келеді. Ал шегінің халқын өлтірілген келгені сонда шегінің халқын ойламайсыздар ма? Неге сондай болады? Шегінің халқын 1000 кубтен аспау керек деген несі бар. 13-ші менің приказым 13-ші бөлігінің 51-ші тармағын 2-ші тармақ жасына дәл сөйтіп жазылған. Ол бірінші группаға жатады, қажет. 1000 метр расстояние болу керек. Сонда 1000 метр жер табылмадığını соғатын. Өзі бұндай әлбек болмаса, басқа болмаса. Мен дәрген етті, елге жанын ашығынан айтып отырмын. Халықты бұлауды тоқтату керек қой. Бізге рахмет. Енді мен жауабымды сізге айтайын. Қазір бірінші мәселе бұл сіз ашықтырып жатсыздар. Енді біздер өзіміздің независимый сөйтіп шақырып, арақашықтық жаңа қайта өткен 802-807 метр арасында болып отыр. Одан кейін қазір жаңа айтқан 2000 куб, жаңа тағы 1000 куб деп отқанымыз 2400, 2,5 миллион сіздің пікір бойынша. Бұл жерде негізі әр жоба жасалған кезде, мысалы сіз өзі үй соғатын болсаңыз, жаңа кеңдеу соғасы үшін залда соғасы үйіңізде. Залды не үшін соғасыз? Айтасыз, қонақтар келіп қалады дейсіз. Қонақ үшін жаңағы несі үшін көп халық жиналып қана жағдай дейсіз. Ол былайша айтқанда жалпы жоспар болып саналады сізде. Мақсат соғасыз, бірақ үйіңізде сізден практикасы бір жылдың ішінде 5-6 метр қолданатында залда сіздер кірмейсіздер. Бұл бізде де сондай жобасы болып тұр. Жоба менен біз есеп бойынша 600 кубтан 6 емкості соқтық, общий кубы 3600 куб. Бірақ ол кубтар біз толтырғанның өзінде күніне біздің қазір отырып отқан осы бір жылда не бойынша договорларымыз 300 мың куб, 500 мыңға жетпейді. Біз жоспармен 300 деп алып отырмыз, бірақ по факту қазір жылдың айына істейміз деп отқан неміз жұмысымыздың көлемі 300 мың куб. Сосын ма? Одан кейін жаңағыдай вагондардың келген кетімі бар. Біз емкостар толып берген жағдайда оны қайтадан 300 мыңнан асырмаймыз. Өйткені бізде договор бар. Сол договор бойынша одан артық біз ешқандай жерге тасымалдап беріп болсақ қалдыра алмаймыз. Енді жоспар бойынша ғой, жоспар бойынша. Ол қазір білмей тұрмыз. Сіз байып болып отқан 500 мың деген саны 300 мың болса 300 мың беріп жүрсе, күніне 800 болады. Хорошо, жоқ. Қалай 800 болады? Күніне 800-ден болады, егер 300 мың тонна болатын болса, күніне 800 мың кубқа жетпейді өте. Өзіңіздің дұрыс боласыз. Жоқ, қарасаңшы, біз енді жоспар бойынша деп тұрып қойдық, жоспарға 500 дедік. Бірақ біздің күнделікті әкеліп жатқан кислотамыздың несін ай сайын несі шығар, нәтижесін біз тоже жаңағы несі бар комиссия болады, оларға тапсырып отырамыз күнделікті. Одан біз айтып отырмыз ғой, 500-ге жетпейді бізде.
Бірақ болашақта ол қыша 500 болуы да мүмкін. Бірақ қыша болады біз білмейміз оны. Енді қазір 500 деп айтқаннан кейін, ертең 500-ге апарсаң да, мынандай әңгіме айтасыңдар ғой. Сендер сол кезде келіскенсіңдер 500 мыңға деп. Сондықтан біз 500 мыңға келіспейміз. 300 мыңды мен өзге 300 мыңды. Сосын келіп көтере ме, тағы халықты тыңдап өткіземіз. Жоспар бойынша 500, бірақ по факту 300 болды ғой, соны. Енді жылдың аяғына дейін бізде уақыт бар. Жылдың аяғына дейін, келесі жыл 26-ға дейін қосылса. Оның өзін бүкіл әкімдерді тексеріп кірген кеткен шығын кірістерін барлығын есептейтін органдар бар ғой. Ертең оларға да біз өзіміз айтса есеп тапсырамыз. Сол есеп бойынша олар бізге қорытындыны беріп отырады. Қандай қай жерде біздің шалсек, қай жерде дұрыс екенімізді. Анастасия, жаңағы сенің айтып отырған үшінші группа. Ол дұрыс емес, оның ешқандай жатпайды ғой. Есіңде болсын. Өзі 1000 кубтан асқаннан кейін қойған кісілердің кесатаны сақтау деген сөз, ол бірінші группа. Қай жерге барсаң? Қалай үшінші группаға апарып тұрғандарын танымай? Настя, тебя спросили. Мен саған сөйлеп жатырмын, сен тыңдамайсың. Я просто онлайн-конференция жабылып қалды. Я делаю, чтобы госорганы могли подключиться с департамент экологии, управление природопользования, сол үшін звондап тұрмын ғой. Аға, кешіріңіз мені. Сен жаңа үшінші группаға апарғанын келіспеймін. Оны қай жерге барсаң да, егер заң жүзінде дәлелдесің, дәлелдесің. Мақұл ма? Ал бірінші группаға апарып, жаңа 300 мың тонна деп болса, оған келісуге болады. 300 мың тонна десе. Бірінші группа барғанның өзінде. Өйткені 1000 тоннаға жетпейді күнде. 800 тонна болады. Оған келісуге болады. Ал сен айтқан үшінші группа өмір кірмейді. Мен заң менде де тұр. Сенде тұрып алсаң, менде де тұр. Жаңа 53-ші баптың 2-ші тармағында оқыдым. Сен 51-ші баптың 2-ші тармағында оқыдың. Осы жақта, это же герметизированный, не открытый. Я екеуде закрытый. Сұйықтық еш уақытта закрытый болады, ашық болмайды. Демай оның газы бар. Сен кесатаны суда денсаулық сақтау министр ақымақ па, сонда солай шығарып отқан, қалай білесің? Гидрозатвор была, чтобы серные пары не выходили, понимаете? И 98% она задерживает серные пары, вот этот гидрозатвор. Это не то, что я придумала или проектировщик придумал. Это так положено. То есть на любом опасном объекте они должны присутствовать. Хорошо. Анастасия, мен кент ателерінің төрағасымын. Кентке мен жаным ашқан адамым. Сендер ертең жұмыс бастағаннан кейін біздің контролімізде боласың. Осыны ескертемін. Егер шамал нарушение болатын болса, ренжімейді, баладан сен де ренжіде. Бұл кезде біз прокуратураға береміз. Түсіндің ба? Сұрақ бар ма тағы? Департаментный вопрос. Если жоқ, министерство экологияға сұрақ қоюға болады ма? департамент. Можно я она спросит вопрос? Или можно подождите, вам вопрос? Саламатсыз, қазақша қоя бере ма, түсінесіз қой, енді кесата сақтау қоймасы ғой мәселе бар, білесіз қой. Енді сіздер де маған хат келді да, сіздер де маған. Яғни ел тұрғындарының арасында ара қашықтық 1000 метр болу керек деп. Лично сіздің хатыңыз келді. Оған не дейсіз? Сіздердің ойыңызша, оның деген қатынас хаты дұрыс па, дұрыс емес па? Сестің маманы тұрсыншы ғой? Сестің маманы бар ма осы жерде? Бері қарай, жақын тұршы алды.
тұрғанда сіз маман. Берке, жаңа осы сұрақты естіп отырсың ғой, иә? Сұрақ екі сауалға жауап берсең. Сендердің үйіне қатының неге тұр? саламатсыздар ма? Бізге департаментінде акиматтарға хат келген, осы сауал бойынша қуаты жылына 500 мың тонна сұйық мәдениеттер құймасының базасын салу құрылысы бойынша адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық эпидемиологиялық талаптар санитариялық қағиданың бірінші қосымшасының 13-ші бөлімінің 51-ші тармағы 2-ші тармақшасына сәйкес сұйық химиялық жүктердің, галазиндердің, күкірттің, азоттың, аммиактың, көмірсутектердің, соның ішінде метанол, бензол, толуол, спирттердің, алдегидтердің өндірістік қосындылар және басқа да қосындыларды қайта тиеу және сақтау орындары үшін санитариялық қорғаныш аймағының ең аз мөлшері 1000 метр болуы тиіс. Және ол қауіптіліктің бірінші классына жатады деп сіз жауабыңызға береді. Вы говорите, что там вместо перегрузки химических грузов, галогенов, серы, азота, аммиака, углеводородов, каким образом это является кислотой? Вот как оно к кислоте относится? То есть если химию вы знаете, то это к кислоте не подходит. Я выбрала санитарные правила, то есть пункт 53, под пункт 2 вы можете прочитать: закрытые склады, места перегрузки хранения заталенного химического груза, удобрений, кислот и других веществ. То есть это получается третья категория 300 метров. Если по закону смотреть, здесь вы берете углеводороды, то есть углеводороды это не нефтяные продукты, правильно? Галогены, аммиак, это все туда не относится. Если вот так. Қазақша сөйле деп айтса, Қазақша сөйлей алмаймын. Дұрыстап сөйлей алмаймын. Хаттаманы қалай жазасың сонда? Хаттаманы жазсам, енді Так, жігіттер, шамалы не сақтайық объекті. Бұл жерде қазақша, орысша мәселе емес. жоқ, ол ана маман түсініп тұрған жоқ қана айтып жатқан. Неге сіз маман түсініп отырсыз ғой? Бірақ ешкімнің жаңағы несі құқығын бұзбайды бұл жерде. Қай тілде сөйлей алады, сол тілде сөйлей берсін. Законно айтып жатыр, дұрыс, просто ол ана түсінбей қалады. метанол, бензол, толуол, қазақшаны, орысшаны бірдей жазып тұр. Просто өздеріңіз түсіндірген Қазақша орысша тыныш отырайық болды. Отвечали на свой вопрос. Все. Все, Анастасия, он же специалист. Он же специалист. Она же специалист. Все. Все хорошо. Просто бізге только кеше берген мынаны замечание. Сондықтан жаңағы негізі заңда айтады. Жалпы менің осы расстояниені рұқсатын басқасын бәрін главный санитарный врач местности беру керек деп жазылған. Білдіңіз бе? Главный санитар. Ал енді главный санитарный врачтың представителі жаңағыдай деп айтып отыр. Сіз оған қарсы келіп отырсыз. Сонда қалай болады? Просто я по закону смотрю. Кислоты. А ол не? Ол далаға қарады ма? Аспанға қарады ма? Бензол имеется. Дұрыс па? Кислота серная, бензол ба? Жоқ, серная кислота. Ары қарай тағы оқыш, серная кислота жатпайды. Альдегидов, других соединений, спиртов, бензол, толуол, метанол бұл вообще кислота жатпайды. Мен мынаны таңдадым. Кислот и других веществ. Ол сен өзінің пайдасын таңдайсың. Мен просто проектировщик, мен проектщик жасаймын. Пайдасын таңдай алмайды, осы заң бар ол жерде. За это
Даже вашему если- закону 500 тысяч куб. Это не по моему закону, это закон Республики Ну, Казахстан. по вашему проекту это законно? 500 метров сельскохозяйственной. Не 500 метров, там более 500 метров. Вы считали тут? Вы тут видели сколько? Я по карте смотрела. Вот видите, рядом живет. Видишь? Бауыржан, вы ответите? Так, жаңа сай бойынша министрлік жаңа тағы қайталап беріп өтейін. 802 метр менен 807 метрдің арасында болып отыр. Енді қараңыздар, санитарно-экологическая не бойынша, санитарно-экологическая сессияның заңы бойынша 2022-нің 11 қаңтар айына шыққан. Картасын шығаршы, тұрған жеріне общий. У нас же есть здесь представитель земельного комитета. Шығаршы, көрейік. Вы можете сказать, вот, Жоқ, сейчас он покажет специально на карту. Все. Карта жаңа бар еді, слайдта бар еді ғой жаңа карта. пока. Слайдта Вон розетка. Вон розетка. Ана 303 метр деп шығарып тұр ғой ана жерде. Да. Мынау қазіргі нақты спутникпен алынып строить жүріп жатқан жері мынау. Ал енді қараңыздар, мына қорған сыртынан алып отыр, иә? Сонда 10 метр болмайды ғой бәрі. Жатыңыздар. Мына көмейден бізде тұрған емкістардың точка выбросы міне. Мына ішінде тұрған, мына каталогның ішінде тұр. Емкістер. Егер содан алатын болсақ 807 метр шығып отыр. Қораның сыртында енді біз кислотаны сақтамаймыз ғой. Енді ажағында 800, қараңыздар, 500 метрден 1000 метрге дейін хорошо біз оғанда келсек. Бірақ 807 метр шығып отыр. Соғыстан ма? Енді одан кейін местегі айтып отырмын ғой. Ертең при эксплуатации не болатын болған жағдайда жаңағы выбростар шығады, парлар шыққан кезде. Керек мамандар өздері, шақырмасаң да келеді олар өздері. Точка выбросына есептеп, ауаның қаншалықты ластанып жатқанын, я болмаса ластанғанына бізге заключение береді. Болды ол жерде. Вопрос. Жоқ, енді шетіне болғанда олар точка выбросына есептесін. Енді мен участок сыртына апар, участкінің сыртында емес қой енді. Олардан шығатын пар емкістің өзіне шығады. Болды ол жерде. Қорада шығғанда не шықпайды ғой, менде выброс жоқ қой. Бұл келетін Росформнан келе ма кислота? Қандай? Қай жақтан отырдыңыздар сіз? Кислота қай жақтан келеді? Ақтаудан келеді, Батыс Қазақстаннан. Ақтаудан? Россия хорошо. Өйткені тасымалдаушы бізде жігіттер бар да, неде жұмыс істейді, сондай пойыздың тасымалдаушы. Аптасына бір рет сол Росформ келеді дейді, оның сасықтығы сонша дейді, ана аузымызды екі рет орап, сол тепловозбен жорға деп апарып тастаймыз дейді. Ал егер сол келетін болса, онда вообще шиелі ауданын тұрмайды. Сіздер естеріңізде сақтаңыздаршы, бізде мысалы неміс инвестиция келетін бұл шетелдіктер. Сондықтан біз Россиямен жаңа айтқан өздеріңіз бойынша олар өздеріңіз білесіздер, санкция, и тем более олардан біз қазір жауап кетсек, өзімізге басымызға бәле болады. Бүкіл счеттарымыздың барлығын жауып тастайтын ертең істеген проектімдер тоқтап қалады. Ол бізге де ешқандай проблеманың керегі жоқ. Сонысын мына. Бұл жерде халықтан келеді, Қазақстаннан, сол Қазақстаннан алып келген нәрсені біз нелерге, өтектерге апарамыз. Болды. Жолжан земельный бокс ойлап отырған шығар, то, что мы заранее знаем. Они так вот в 2023 году, в конце года, декабрь айында, желтоқсан айында біз вообще бұл жерде өндірістік мақсаттарда басқа өрт жазғандарға ел қазынасына салғанбыз. Чтобы шегін халқы біледі оны біреуге. Бұл кісілер қаншекмет сол жерден электронды аукционнан жеңімпазын ұтып алды. Сол ұтып алған кезде кислота сақтау қоймасын соғады. Жоқ, кислота туралы вообще әңгіме болған жоқ. Просто жер алу мақсаты өндіріс мақсаттар болды да. Организатор аукциона кім болды? Организатор аукциона біз болды. Бізде ауданның тұрғындары өтініш жасаған. Бірақ жердің бағасы шартта қымбаттауына байланысты олар ала алмады да, осы кісілер үш жерді алды. Енді Бауыржан Ерманбетович, мынандай еді, бұл қоғамдық тыңдау.
өткізу бәрі сіз мүдделі болғаннан кейін бұл енді экологиялық несін бәрі өткізу керек болғаннан кейін енді бұл халықтың да пікірімен санасу керек, ескертулерін ескеру керек деп ойлаймын. Предварительно за 30 дней, согласно правилам, за 33 дня размещается объявление в газете. Ереке, бұл жерде жаңа айтқан сөзден ешкім халықтың жаңа несімен біз дұрыс санасып отырмыз. Ешкімге мен қатты не қылып жатқан жоқпын. Заңда айтылған жаңағы сұрақтарға мен де жауап беріп отырмын. Өзіңіз көріп отырсыз ғой енді. Жоқ, мен енді жаңа бұл кісі айтып тұр ғой. Енді земельный қирады мың метрде. Басында бұл кісілерге информация толық берілмеген. То, что бұл кісілерді сізде жалғағанда мына участок мына жерден болса, мынау былай болса, маған қоршаған ортаға сен анықтап беріңіздер дедіңіздер да? Енді енді сіздер қазір жаңа көрсеттіңіздер ғой. Қорған сыртынан официально өздеріңіз айтып отырсыздар. Қазір қаншадан 700 метрді көрсетіп отырсыздар. Солсыздар ма? Біз енді оған дейінгі болған нәрсені сізге шекелеп естіп отқан жоқ, ешқандай кінә тағып сізге қатысуымыз жоқ. Қай санатқа жататынын мамандар саған сұрақ қойылған жоқ негізі. Жоқ, неге қойылды? Болды, отыра беріңіз. Негізі айту керек қой ішіндегісін адам деген. Тоқып тастамау керек. Не сөйлетпейтіндер сөйлейтін адам. Аузын жабасындар кеп, Ешкімнің аузы жауап айтқан жоқ. Заводта бұлар сөйлесін де кезінде істеген басқа завод. Олар пікірлерін айтсын. Жоқ, айтыңыздар жігіттер, ешқандай әңгіме жоқ burada. Ешкім аузы жауап айтқан жоқ. тоқта деп неге мына баланы қайтарып жібердіңдер? Айту керек қой ішіндегісін. Жаңа күшінің пәленшесі дегенмен тартады. Күштіліктерін істеп отырсыңдар сендер. Сұрақ қойылса жауап береді. Олайса, шиелі халқының тұрғынымын. Өзім жеке кәсіпкермін. Мен өзімде бағана жергілікті Ерлан деген айтып жатыр ғой, аукцион болды деп. Сол аукционға қатысқанмын өзімде, дәл осы жерге менде. Бірақ бағасын шарттарына байланысты ұтылып қалдым мен. Осы салада 8 жылдай жұмыс істеп, 8 жыл деген мекемеде заводшы жұмыс істегенмін. Осы жер негізі о баста өндірістік берілген дұрыс. Бауыржанымда үш ай тұрсын бізге келіседі. Кезінде 8 жыл жылғада тексеріс болған кезде заводты осы жаққа көшірді. Жоқшы деген мекеме бар, соның ішінде асфальт заводы тұр. Енді мен сұрағым сізге, бағанадан бері осы ассоциацияға сұрақ қойып отыр ғой, бұл кісілер мен сіздерге түсіндірейін, бұлар разработчик проект, бұлар проект істейтін мекеме. Енді бұл жерде генпайдар ешкім мекеме соны білгендер да? Сол баққан кісі осыған мекеме. Генпайдар осы шердің мекемесі толық адал деген. Толық адал деген. Осы шердің адал. Енді сіздер осы салықтарын жадамен қамтамасыз етедіңіздер ғой. Ол адамдар осы жергілікті мекеме, ол жергілікті ауданнан алған ғой. Енді бұл жерде 200-300 адам деп жоспарлап отырмыз қазіргі таңда. Алатын жұмысы адамның жұмысшыларының барлығы осы шерінің халқы болады. Бізге ол сырттан алып келуге ешқандай несі жоқ, тиімділігі жоқ. Барлық адамдар жұмысқа қамтылатын осы шерінің тұрғындары болады. Ондай осы өте жақсы проекті. Негізі бағаннан бері тыңдап отырмын негізі. Мысалы, осыған дейін бижуға салынды ғой. Бірақ бижуға салынғанда халықтың жиналыс болғанын білген жоқпын. Мүмкін болуы да мүмкін. Бірақ бүгінгі жиналыс халықтың алдына өтіп ашық. Бәрі адал түрде өтіп жатқанын көшіретін негізі. Сосын бағаннан бері мысалы Доғылбатырда Шелден мысалы тұрған үйлерден 100 метр ары ашып берді. Дәл осы кислотныйдың қасында старый баяғынан кислотный көрініп тұрмасында неге кезінде ол соғылғанда осындай көтеріліс болған жоқ мен соған таңғалып тұрмын да қазір. Енді апасыз бағаннан бері шырылдап түсінемін. Енді дұрыс қойды. Олар айтып жатыр ғой дұрыс қой. Енді бұл кісілер айтып істейтін алғаныңыздан өтіп отыр ғой. Енді мен сізге апа дұрыс қой, мен сізге тәлімдегенде тұрған жоқпын. Мен сұрап осы кісілер болып тұрады. Бұл кісілер мысалы бижурман соққан сияқты, ана кислотный соққан сияқты белден басып тұрған жоқ. Халықты жинады, жиналыс ұйымдастырды, бүкіл куәгер. Жоқ, әлде іске қосқан жоқ тұрмау бар. Мен соны айтып тұрмын ғой. Баста соны соқпай тұрып халықты жинау керек еді. Әсіресе көшелікті жинау керек еді. Сосын барып айту керек еді бұны. Қоя беріңіз сұрағыңызды. Санитарный защитный зонаға жобасы
жобасын жасау керек. Сол бойынша сіздер тестке қорытынды тастаңыздар. Сол кезде лаборант маманы бар, сіздің мамандары бар, өлшеп көріп сіздерге қорытындысын береді сол кезде. Сіздер қорытындыға тастаңыздар. Хорошо, же. Ну, естественно, дело на себя. Үйімізде ауру адам болғасын шырылдап отырмыз. Мынау ақырда болып жатыр ғой ағайындар. Негізі бүгінгі мынау болған жиналыс өте дұрыс болып отыр. Шынында шеріміз айтып отырмыз. Дұрыс, әлде де болса мысалы таразда сенің келіспейтін жеріміз көп. Жаңа сіз басқаша айтып отыр, басқаша айтып отыр. Сондықтан мынандай ұсыныс бар. Бүгінгі жиналысты өтпейді деп есептесек. Болмайды, өткізу. Енді өткенде онда бір нәрмеге келемін. Жоқ, енді қарасаңшы, енді халық отыр ғой, қазір енді оның да өзінің несі бар ғой, правиласы бар ғой. Бір адам мың адамның артында жауап бере алмайды ғой бұл жерде, аға, сіздің де не істеңізші ойласаңшы. Енді былай да мәселен, жаңа сеспен екі жақтың арасында келіспеушілік болып отыр ғой. Келіспеушілік болып отыр. Енді сонда бүгін қалай деп шешім шығарасыздар енді? Мәселен, хаттама қалай деп жазасыздар? Ага, обязательно проект СЗЗ сделают они. Это обязательно. Все компании должны проект СЗЗ сделать, чтобы обосновать свою санитарно-защитную зону. Первый этап – расчетная защитная зона, а второй этап – годичные замеры делают они, и потом уже делают этот последний проект, установленную санитарно-защитную зону. Дұрыспа? Сіздер қорытындыға столарыңызға келінші. Ашылмас бұрын қорытындыға жасайсыздар, если согласие берсе, жастар согласие бермесе, онда болмайды. Оны барып аппаратымен өздері өлшеу керек. Сіз согласие беріп тұрғансыз. Сонда қалай болады? Мен түсінбедім, қандай қорытындыға жібердіңіздер. Енді годичный деп тұр ғой, годичный бұл бір жылдық қазір выпустардың барын бұл кісілер сіз келіп несін алу керек, анализдарын алу керек, сосын барып қорытындысын айтады бұл кісілер. Ол ауаны жаңағыда айтып кеттім ғой, үшінші жерде ауаны қаншалықты ластанғаны өзінің нормаларын асырмасы жоқ па, сол кезде бұл кісілер бізге уже нелерін береді, қорытындыларын. Біз қазір енді ауаның қаншалықты ластанғанын қалай айтамыз қазір? Сізде басқа органдарда келіп бізге нені бере алмайды, өйткені ішінде бізде продукция жоқ әлі. Сосын продукция болмай ешқандай бізде не болмайды, нәтиже шықпайды бұл жерде. Продукция келеді, еуропаға құйылады, содан кейін барып жаңағы уақытысы бар, сол уақыттың аралығында қаншалықты ауаға қанша не түсті, сол кезде ғана белгілі болады. Ауданға инвестиция келіп жатқанына қуанамыз. Халыққа жұмысшы табылатын, жұмыс қолы, жұмыс орны табылатынына қуанамыз. Оған қуанамыз. Бірақ қаншалықты қуанғанмен ол денсаулыққа зиян келтірмейтін болу біздің бар арманымыз осы. Егер денсаулыққа зиян келмейтін болса, онда келісер еді. Бірақ оған көзіміз жетіп тұрған жоқ. Енді бүгінгі әңгімеден кейін мен мынандай ұсынысым бар. Біздерді, мысалы осы жаңағы құрылысқа қарсы болған кісілердің заң орнына жүгінуге біздің өзімізге қалдырамыз. Заң орнына жүгініп алса, ертең режимімізді. Солар шешсін. Енді ақыр келісамын. Болат аға, бұл жерде енді бір халықты жинап отқан себебіміз әр адамның өзінің ойларын бізде сұрау үшін жиналып жатырмыз ғой. Бұл сіздің өзіңіз құқығыңыз әрқашан. Қайда бар, қайда не бар тұрсаңыз, оған біз ешқандай қарсылық. Рахмет. Біз өзіміздің тараптан құрметті жиынға қатысушылар, бұл жерде енді жаңа Болат ағамыз айтты ғой, әркімнің өзінің құқығы бар. Заң орындарына береді десеңіздер, бересіздер. Сонымен қатар ертең жұмыс іске қосылғаннан кейін де сол елді мекеннің тұрғындары ары қарай өздерін шақырып тексертем десеңіздер, оны өздеріңіз көресіздер. Вопрос от департамента экологии. Маржан, можете задать вопрос? Маржан. Последнего человека
Байланыстын нашарлығынан Видео посмотрим. Сейчас общую фразу скажу. По поводу законности, чтобы завод был База. завод, чтобы база работала в законном порядке. Ну, это общими словами. Или прям досконально нужно. Вы ваш вопрос скажите, пожалуйста. Запись мы вам отправим. У нас запись будет. Все как положено. Мы в запись ведем. Все хорошо. Вы, как представитель Рошита, говорите, что алты проекті 500 метрден көрсеткен 520 метр. Я извиняюсь, что я перебиваю. Там не про жилую зону идет речь, а Геджуба. Если посмотрите. Вы написали, что ближайший будет налог. Настя, точную информацию кидайте, Я смотрю. Это первый вопрос. Это, наверное, я опечаталась, но я сегодня смотрела проект, который я загрузила на портал. Там только про Гиджубу 600 метров писала. Нет. Тут указывается про этот ваш склад. Склад от завода Гиджубы и ТТК. Причем тут Гильджуба? Нет, расстояние просто показывало общими данными, расстояние показывало. Что справа находится слева. Это как называется координаты. Да, Точно адрес жоқ қой бізде қазір қай жерде орналасқаны. 200 метров? 700? Ваше заключение, а вот мы выдаем или не выдаем? Они пусть докажут, что это 300 метров или 1000 метров. Пусть определяется только, что представитель к чему пришла. Пришли к тому, что будут сделаны замеры, то есть заказчик подаст заявление на проведение замеров, будут сделаны замеры и будет сделан проект СЗЗ. То есть для получения заключения санитарного обязательно требуется проект СЗЗ. Тогда наше заключение выдается после этих заключений. Потому что это огромный вопрос, у нас всякие обращения касательно машины, и нам нужно окончательно открыться. Ну и вообще вопрос экологии нет, много процесса. Еще представители участвуют. Вот этот, Представитель участвует в СССР? Что вот она была? она сказала, ни к чему не пришла, не защитила ничего, поэтому у нас вот вопрос открыт маслом. Она здесь выступала, вы не слышали, да? По поводу того, что как... Я слышала то, что она сказала 1000 метров. Да, Вы вообще, нам говорите, экология бойынша емес, саяси бойынша емес пе негізі? нет, не слышите. Еще вопрос. Здесь люди спрашивают, при чем здесь СЭС, если мы экологическую часть рассматриваем. СЭС будет проект санитарно-защитной зоны, обоснование санитарно-защитной зоны. Это законодательно так. Нет, мы рассматриваем экологию, но мы отправляли письма Да, на все вопросы, которые мне вчера предоставили от департамента, да, то есть от госоргана, хотя должны были за 3 дня до начала слушаний, за 3 рабочих дня предоставить, да, вопросы, я их все учла сегодня. В правилах за 3 рабочих дня госорган дает замечание к слушаниям за 3 рабочих дня. Ну, это ладно.
Настя, один вопрос департамента экологии. Здесь мнение общественности не слушается, что ли, не понял? Но есть правило, в котором написано, что за 3 рабочих дня госорганы выдают свои замечания к проекту. То есть я ничего не нарушала. За 3 дня до начала слушания, это пункт 18 правил проведения общественных слушаний. Это пункт 18. Нет, там написано госорганы. Екатерина, собственно, Протокол? Да, я правильно говорю, я про проведение общественных слушаний говорю. Все хорошо. На все замечания, выданные протоколом, я дам пояснение, то есть свои эти ответы дам. Да. Нет, Настя, у меня департамент один вопрос. Можно вам заказчик вопрос задаст? Салматсва. Маржан, хорошо, вы сейчас говорите, что у нас общественное слушание, да? А мнение общественности, большинства людей, у нас что, в данный момент не считается или как? Я что-то не понял. Мнение общественности здесь не слушается или слушается? Алло, Маржан, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Алло. Мен қазір бір сұрағым болып тұр. Қазір сіздер мына СЭС бойынша не спорлар қазір жүріп жатыр ғой енді. Бізде қазір экология бойынша біз АБОСқа не қылып жатырмыз, мәселе жүргізіп жатырмыз. Бұл жерде енді халықты жинадық, соншама халықты. Халықтың ойы бұл жерде санала ма, саналмай ма? Вот маған осы сұраққа жауап беріңізші болды. Халықтың ойы саналады. Мемлекеттік органдардың ойы саналады. Хорошо. Енді сіз мына жерде мемлекеттік органдар деп жатсыздар, бірақ халықтың да ойын ескеріп отырмай отырып жатқан жоқсыз ғой. Енді қай жерде біз қазір білеміз, мемлекеттік органның қайсысы сөзі басымдырақ бола ма, болмаса халықтың ойы басымдырақ бола ма? Бұл жерде халықтың басты сұрағы сізге қатысты. 1000 метр деп отыр олар. Мақұл, 1000 метр. Бірақ енді біз өз жағымыздан да сіздерге СЭСке де жауап беріп жатырмыз ғой қазір. Дәлелдеме ретінде бұл расстояниені, арақашықтықты көрсетіп жатырмыз. Одан кейін СЭСтің қазір өздері айтып жатыр, что ауаның несін, ластығын біз қазір продукциядан аламыз дейді. Ол продукция болмай, мен түсінбедім СЭСтің де мәселесі. Қалай бұлар бізге қазір есепті береді, егер біз продукциямыз болмаса қолымызда? Соны сор. Енді мен алдында бізге СЭС осыдан ноябрь, октябрьде келген. Олар да алдыдағы экологияға жауып жерді. Түсінесіз ба? Біз ешқандай қатысымыз жоқ. Біз ешқандай департаментке қарамаймыз деп кетіп қалды мысалы. Енді қазір маған айтасыздар СЭС деп. Расстояние бойынша жаңа біз өзіміз қатысып отырмыз. Халықтың сұрағы басты назарға алынады. Ең бірінші халықтың сұрағы. Қазір жаңа разработчиктеріміз протокол жасайды. Осы сұрақтың барлығы ішіне түседі. Оның ответі жазылады. Ана жерде видеоға түсіріп отыр. Оның барлығы порталға салынады. Біз ол видеоны басынан аяғына дейін қарап шығамыз. Кім қандай сұрақ қойды, келіспеген болу керек видео. Барлық сұрақ ішінде тұру керек. Кім қарсы, біз соның барлығы протоколға түсу керек. Соның
жарайды, рахмет, оны түсіндім сіздің айтып отқандарыңыз. Бірақ енді бұл жерде бірінші мәселе, бір жақтың да мысалы дәлелдеме ретінде бізді де мамандарды, экологтарды мысалы тарттық, олардың да есептері есепке алынады деген ойдамыз негізі. Жоқ, есепке алынғанда сіздердің егер подтвержденияларыңыз болса, біз оған қарсы емеспіз. Сіздер тек жаңағы проект жасап, санитарно защитный зона бойынша заключение аламыз деп отырсыздар. Сол заключение бізге ұсынсаңыздар, бізде ешқандай сіздерге сұрақ болмайды. Хорошо. Настя. Құрметті жиынға қатысушылар, біраз мәселе талқыланды. Сесінің жаңағы заключениесі, ол только жаңағы жүзеге асқаннан кейін ғана барып санитарлық қорғау аймағы анықталатыны барлықтарыңызға белгілі. Сол себепті басқа қосымша ешқандай сұрақ жоқ болатын болса, бүгінгі жиынымызды аяқтайық, қорытындылайық. Қой. Ал енді бүгінгі қоғамдық кеңеске деген халыққа хабарландыру бермеген, бұл жерде көпшілігі осы кісілердің қарамағында қызметшілер. Сіз кім боласыз өзіңіз? Оған қарамайтын халық, мынау кісілерде тұрған жерде тұрады. Қаяқтан естіп келдіңіз? 3 метр шықпайды, 500 метрге де жетпейді. Қаяқтан естіп келдіңіз? Мен естідім, депутаттарды естіп келдім. Значит, халыққа хабарланды. Порталда тұрды ма? Жарияланды ма? Халық көріп тұра жүр, бәрі өз Мына кісілер халық емес пе сонда отырды? Енді сонда кімге теңеу өтсіз сонда? Артыңызда жан-жағыңызда отырған адамдар. қызметшілер енді бізде былай айтады ғой, бірінші жамандық бір нәрсе жаман қалса, жаңағы Facebook бар, газеттер бірінші алады, соны тартып алады. Ал егер қандай жаңағы хабарландырулар берілген жағдайда ешкім есіме сыңай таратып отыр бұл жерде. Бауырым, сен газет, журнал оқитын болсаң, оқысаң, если оның сауатың жетсе, газеттердің барлығында берілген. Сол жерде мынандай уақытта, осындай уақытта, январдың 25-нен сыр табиғаты деген газетті аш. Қазір порталда. Алда любой интернетте тұр. Еще, кроме газеты, давали еще на телевидении объявления. Қазақстан қызылда газет по телевидениесін. Енді сені көрмей қалды, біз қайтадан бермейміз оны. Онда біздің тәртібі бар. Өскен көңілге беру керек. Біз ана газетті оқымаймыз, оқимыз. Телевизор көресіз ба? Қарындасын шамал тұра тұршы. Телевизорде объявление болды. Мысалы, сіздер қоспаймыз біз. Сен маған сол дәлелдеп берші. Мен сол кезде саған 400 метр шығатын болса, онда қолыңды аламын сен. Сен маған дәлелдеп бер, бауырым. Сен маған дәлелдеп бер 400 метр. Мақұл ма? Дәлелдеп бер, пожалуйста. Жарай ма? Қолыңа рулетка аласың ба, не боласың ба, әйтеуір маған соны дәлелдеп беріңдерші, 400 метр. Мен халықтың сөз жерге барып бірге барып есептейік. Бағаны есептері басында. Бағаны мен бір есептесін өттім сені. Ортаға айтатыныңыз бар ма? Енді былай қылшы, сен шамал басына тұршы, балам. Балам, басына тұр, сен шамал. Шамал басына. Жаңа кім бауыржан, сендер берген, жаңа хабарландырып берген газеттерін сыр табиғат. Сыр табиғатын шиеті алатаны бар ма өзі? Одан бөлек берді ғой. Қаңтар күнгі сыр табиғатының 3-ші нөміріне шыққан. Солай ма? Иә. Солай. Ал енді неге ол өсімдігіне шықпайды? Неге ол сыйқымға шықпайды? Мен халықтың оқитын газеті ғой. Оқымайды да жазасыңдар. Енді заң талабына сәйкес сол газетті беру. Бұл жиналысты шынында жаңа інім өте дұрыс айтты. Жасырын жиналыс деп айтып отыр. Жоқ, бұл газетке жариялау, бұл кісілер өзі газетті бар таңдалмайды. Газетке жариялап, кемді жариялайды, газет ұтып алады, ұтып алған газетке бұл мақала жариялады. Ол барлық жерде солай. Басқа жақ болғанға бәрі сосын телевидениеге бергенде де, телевидениеге, облыс телевидениеге берілді.
жерге жарияланып тұр. Енді одан артық неге ол газет оқымайды қазір ешкім. Қазір өскен өңірге жарияласа да газет оқымайды. Біз оқимыз қазір. Осы өскен өңірді оқимыз. Арманда да әлемде де Оларға сен мысалы енді осы жерге Арманға күнде болмаса да айына бір 2-3 марта келесіздер ғой. Міне Арманның қазір тұрған доскасы тұр, тақтай объявление. Ол сол жерде де жазылып тұр. Енді ол қаяққа біз енді әрқайсысын барып маңдайына үй шығамыз енді ол ненің барлығы. Үйлеріне бар. Сұрақ па? Ең дұрысы әлеуметтік желі ертеңі хабар берсең, сол бәрі жерге жетеді. Сұрақ уже барлық көріп қазір қайталанып отыр бір сұрақ. Телевизорға берілсе, газетке берілсе, таскаға ілінсе, енді естімеген адамның алдына есік алдына барып айту керек емес шығар енді. Халықтың бәрі сол естіпей отыр ғой былайша. Burada халық азат қой, кілем жұмысшылар. Жоқ, сіз сонда халық емессіз ба? Біз халық емессіз ба? Ол таққан әңгімеге айтып жатырсың. Енді мен де сол жақта тұрамын, үйім сол жақта мысалы. Кислота жақ бетте именно. Шерінің шетінде тұрамын. Ешбәле жоқ, бұл сотқа дейінгі кислотаға шағым жазбай, мына аудан тұрғындары бүгінгі күні действующий бізде ауданда кислотный қойма бар. Сол жерде ауданда қанша тұрғындары жұмыс жасап, сол жерден нәтижесін тауып, ешкім өліп кетпей, шаштары түсіп қалмай, бала шағасын асырап жүрген. Дәл сондай Күнкөл сияқты тағы да басқа уранның нағыз ортасында жұмыс жасап жүрген ауданның азаматтары жетерлік осы жерде. Біздің аудан өндірістік аудан, сол себепті өндіріс саласында ауданның тең жартысы жұмыс жасайды. Шаруа қожалықтары да біраз адамдар жұмыс жасайды, сонымен қатар өндіріс саласында да біраз ауданның азаматтары жұмыс жасап, бүгінгі күні бала шағасын асырап отыр. Сол себепті бұл жерде жаңадан соғылып жатқан болғаннан кейін неше түрлі жаңағы ой болды, пікір болды, барлығын қойдыңыздар, айттыңыздар. Ешкімге сен тоқта, сен сөйлеме, бол деген сияқты әңгіме болып жатқан жоқ. Барлығы мінекей камераға түсіріліп тұр. Ертеңгі күні бұл да өзінің жаңағы сайтында жарияланатын болады. Сол жерден көретін адам көреді, жауап сұрақ қоятын адам сұрағын қоя береді. Сонымен бүгінгі жиында біраз сұрақтар қойылды, біраз сұрақтар талқыланды. Енді бүгінгі жиынның қорытындысы анықтайтын уақыт келді. Онсыз да біраз уақыт болды. Сол себепті құрметті жиынға қатысушылар бүгінгі жиынды өтті деп келіскен азаматтар қол көтеріңіз. өтті деп па? Анастасия дұрыстап түсіріп көрсетіп, жаңағы камераға фиксацияны толық жасаңыздар. Жоқ, өтпеді деп қол көтеретін азаматтар бар ма? Қалыс қалдым дейтін азаматтар бар ма? Мүлдем қалыс қалдым, келіспеймін, ешқайсысымен де дейді. Жақсы, рахмет барлықтарыңызға келіп қатысқандарыңызға. Жиын аяқталды.